қазір бір-бірден келіп, бүгінгі көңіл күйлеріне байланысты суретті таңдап аламыз. Қане, келе ғой, кім келеді? Тез, кел, әндіріп бастай ғой. Өзіме маған бір суретті таңдай ғой. Басамыз, тез. Бас. Ал, енді бұл қалай айтылады? Қатты айтамыз. Түзу, сызық. Жақсы отыра ғой, келесі ерназар. Тез. Қимылдаймыз. Бас. Оғандай сызық? Тұйықталмаған. Қисық, сызық екен. Жақсы отыра ғой. Келесі. Балалар, ендеше балалар, бағана сендер көңіл күйлеріңді алған кезде қандай түсті алып едіңдер? Түске назар аударыңдар ғой, иә? Сары және қызыл көп түс болған. Енді кім сары түсті алды, мына жаққа топтасамыз, кім қызыл түсті алды, мына жаққа топтасамыз. Келіңдер, қане, түс бойынша тез топтасамыз. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі математика сабағында өтетін тақырыбымыз фигуралар, кесінді, сәуле деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты геометриялық фигуралар, нүкте, сынық сызық, тұйықталмаған сызық, кесінді, сәулені атаймыз. Және фигуралардан композиция құрастыру. Енді сендердің алдарында жіп жатыр. Алдарындағы жіпті қолдарына ала қойыңдар. Жіпті аламыз. Алдарында екі жіп жатыр, иә? Енді осы бір жібін аламыз. Енді осы бір жіпті мына бір жағын түйіншектейміз. Ұшын, бір жақ ұшын түйіншектейміз. На сияқты түйіншек жасаймыз бір жақ ұшына. Бір жақ ұшын ғана түйіншектейміз. Bir жақ ұшына түйіншек жасаймыз. Байлаймыз бір жақ ұшын. Bir жақ ұшын байлаймыз. Екі жағында түйіншектеп байлаймыз. Екі жағын түйіншектеп байлаймыз. Екі жағынан түйіншек байлаймыз. Алдарыңа қойып қоямыз. Алдарыңа қойдыңдар ма? Енді балалар, бұл фигуралар қалай аталады?